сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ішіне шоколад қосылған бананды панкейктер жасаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен 2 дана бананды блендермен жақсылап езіп аламыз. Одан соң 2 дана жұмыртқаны және 2 шай қасық қантымызды салып, тағы да блендермен жақсылап езіп аламыз. Одан соң 1 шай қасық разылық етелді және 120 грамм ұнды салып, тағы да блендермен араластырамыз. Дайын болған қамырымызды қасықпен дәл осылай тексеріп аламыз. Қамырдың тығыздығы осындай болу керек. Одан соң табан астын қыздырып, қамырымызды осылай қасықпен орналастырып шығамыз. Біркелкі етіп, сосын үстіне қалауларыңыз бойынша шоколад қоссаңыздар болады. Шоколадты қойған соң бетін тағы да қамырмен жабып, барлық консистенцияны осылай орналастырып шығамыз. Егер сізге менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Фонның артында шығып жатқан дауысқа мән бермеңіздер. Бұл әрбір ананың күнделікті еститін ең бір ғажап дауыс десек те болатын шығар. Солай қоя, егер менімен келіссеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Енді ғана бастап келе жатқан қазақ тілді YouTube каналының дамығанын қаласаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір комментарийлеріңіз мен үшін маңызды. Осылай көпіршіктері пайда болған кезде панкейктерді келесі бетіне ауыстырамыз. Панкейктер тез піседі. Бірінші жағы 1-2 минутта піседі, ал екінші жағы одан да тез піседі. Негізінде бананды панкейктерді ыстық кезінде жеп қоймасаңыздар, оның ішіндегі шоколады қатып қалады және де панкейктердің өзі қарайып кетеді. Сондықтан ыстықта жеп қойыңыздар. Осы видеоны монтаждап жатқан кезде неге артындағы звукты алып тастамады деп сөкпеңіздер, себебі осындай әдемі видеоның артында осындай шынайылықтың сақталып қалғанын қаладым. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы.